Армысыздар ағайын. Бүгін тағы да көп қойылатын сұрақтардың бірі кәсіпкер болу үшін қандай білім алу керек деген сұрақты талқылап көрейік. Әрине, бұл сұраққа тағы да айтам, нақты жауап жоқ. Кейбір азаматтар білімнің түр-түрін алған, бизнеске байланысты білім түр-түрін алған, бірақ та өздері тікелей бизнесмен емес, үлкен бизнестерді басқарып отыратын азаматтар болады. Ал кейбір азаматтарды білеміз, мысалы үшін мұғалімдік білімді алып, кәдімгідей республикалық деңгейде кәсіпті басқарып жүрген. Бірақ ол білім алу дегеніміз біз тек қана жоғарғы оқу орнына барып, немесе арнайы курстарды өту деген айтпаймыз ғой. Адамның білім алуы әртүрлі жақтан келеді. Ол жай ғана мықты тәжірибесі бар азаматтармен сұхбаттасу, таныс болу, солармен араласу, солардың істегенін көру арқылы үйренуден келуі мүмкін. Немесе өздігінен кітап оқып, өзінің білмейтін салаларын зерттеп көріп, сол арқылы өзінің кемшіліктерін толықтырудан келуі мүмкін. Әрине, тренингтар, курстар, видео сабақтар болуы мүмкін. Қазіргі таңда бұндай заттардың интернет желісінде молынан кездесетінін білеміз. Ең бастысы, нақты өзіңізге керек сапалы контентке жүгінсеңіз дұрыс болады. Одан бөлек қазіргі таңда қалыптасқан дәстүрлі түрдегі жоғарғы оқу орындарынан бөлек арнайы бизнес мектептері бар. Ол сонау шығыста да бар, ол батыста да бар, біздің елімізде де бар. MBA, Master of Business Administration, немесе Executive MBA. Осы бағдарламалардың барлығы адамның кәсіпте, бизнесте қандай объектілерді дұрыс басқара алуына үлкен көмегін тигізеді. Енді бәрі біргелік болмайды. Бес саусақ бірдей емес, ол қазақта айтатын сөз бар. Сондықтан да кейбір азаматтар білімнің арқасында көркейсе, кейбір азаматтар тұла біткен талант болуы мүмкін. Сол талантын дұрыс дамытып, шыңдаудың арқасында, дұрыс бағытта қадам жасаудың арқасында бизнесте үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп жатады. Дегенмен де адамның өзін-өзі жетілдіруі, дамытуы, лайықты білім алуы мен үшін өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Себебі білмеген нәрсені үйрену, сол нәрсені үйреніп алғаннан кейін адам өзінің машығына айналдырып, күнделікті жасаған жұмысында, кәсіп басқаруында қолданып отыратын болса, ол адамның дағдысына, яғни біліктілігіне айналады. Үйреніп оққан дұрыс. Ал нақты қазір келіп маған бір адам қай бағытта оқимын десе, мен ол азаматпен бір сағат кемінде сөйлесіп, оның өмірде қай бағытта дамығысы келетінін, қай жолда кәсіпті жалғастырып келетінін оқпайтын болсам, бұл жерде дайын тұрған формула жоқ. Оқып үйрену керек, алдыға қарай ұмтылу керек, жылжу керек. Ал нақты кәсіпке арналған, енді бізде бұрын болған ғой, профтех училищелер, қазіргі таңда колледждер бар, жай ғана кәсіпті дамытатын. Сол бағыттан бастауға болады. Ал университеттерде, жоғарғы оқу орындарында бізде бір мамандыққа дайындайды. Сол мамандықтың қай бағытта болғанына байланысты адам сол бағытта алған біліміне сай күшті болуы мүмкін. Мысал үшін, маркетингті оқып шыққан адам маркетингте мықты, бірақ та оның қаржыны басқару, немесе сату, немесе адамдармен жұмыс істеу, яғни HR, Human Relations жағынан әлсіздігі болуы мүмкін. Бірақ та кәсіпті жүргізе бара, өзін күшейте бара, адам өзінің бойындағы олқылықтарды толтырып отыру керек. Мүмкін мысалы үшін IT саласында, интеллектуалды технологияларды басқаруда адам әлсіз болуы мүмкін. Бірақ әлсіз жағын нақты белгілеп, айқындап алғаннан кейін, сол әлсіздікті басымдылыққа айналдыру үшін адамға оқу мен білім керек.